Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен денсаулық тақырыбында пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Денсаулық еш нәрсемен орнын алмастыра алмайтын зор байлықтың бірі. Дені сау болу деген тек бір жеріңнің ауырмауымен ғана шектелмейді. Осы күнге дейін өз денсаулығыңызға қаншалықты мән бересіз? Бойыңызда энергия көп болып, бастаған істі құлшыныспен, аяғына дейін шаршамай жеткізудесіз бе? Спорттың кез келген түрімен соңына дейін қай уақытта айналыстыңыз? Бұл сұрақтар көпшіліктің әлсіз тұстарын діттеп жатады. Ендеше ары қарай кеттік. Адамның қозғалысы азайған сайын, оның бойындағы энергиясы да азаяды. Істеп жатқан ісім жоқ, сонда да шаршай беремін, еш нәрсеге зауқым жоқ, жата бергім келеді дейтіндер, шағымдар сізге де таныс па? Ол сияқты жағымсыз дүниелерді айта берсек өте көп. Сондықтан өзіміздің білетін, біздің денсаулығымызға қажетті деген ақпараттармен бөлісейін. Дені сау болу үшін бізге қажетті әдеттер: түнгі дұрыс ұйқы, дұрыс және уақытылы тамақтану, күніне 2 литр жуық су ішу, физикалық қозғалыс, табиғат аясында серуендеу, көңіл күйіміз көтеріңкі болуы, кітап оқу, өзімнің сүйікті ісіммен айналысу, жылына кем дегенде 1-2 рет арнайы демалыс. Әр адамның өмір сүру қағидасына байланысты өзіндік ұйықтау тәртібі болады. Ұйқы кезінде біз тек демалып қана қоймаймыз. Сонымен қатар біздің әрбір ағзамыз өз қызметін күні бойы дұрыс атқарып, көңіл күйіміз бен әрбір істеген деген құлшынысымыз артуы үшін де уақытылы түнгі ұйқы қажет. Бүгінгі денсаулыққа пайдалы ақпараттар сіздерге ұнаған болса, төменге лайк басып, денсаулық жайлы өздеріңіздің пайдалы кеңестеріңізді бөлісе кетіңіздер. Сіздермен болған Супертехника парақшасы әрдайым пайдалы ақпараттармен бөлісетін. Сол үшін де каналға жазылып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызға пайдалы ақпараттармен бөлісе отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.